бір қиыншылық болған кезде, бір сынақ келген кезде сабыр етушілер дейді Алла Тағала. Сол сабыр еткен адамдардың сабырлығын жақсы амал істеді деп айтуға болады дейді. Сол жақсылық сол. Алланың алдында ертең жүзің жарық болып, сол істеген амалынан қуанып тұратын амал осы дейді. Не дейді? Бір қиыншылық келгенде, сабыр етушілер дейді. Сабыр ету керек, бауырлар. Пайғамбар хадисі бар, мұсылман адамдарға не деген қуаныш дейді. Егер бір қиыншылық келсе, сабыр етеді де сауап болады дейді. Бір қуаныш келсе де, Алладан келген жақсы нәрсе ғой деп шүкірлігін жасап, және сауап болады дейді. Мұсылман адам, бауырлар, толқымаймыз. Қайғы келсе, қасіретке батып кетпеңіз. Өз-өзіңізге қол жұмсаймын деп, ондайға бармаңыз. Сабырлы бол. Бір жақсылық келсе де қуанып асып тасып кетпеңіз. Елдермен сәлемдеспей қойып, қол берсе қолын алмай қоймаңыз. Неге? Мұсылман адам бір қалыпты жүреді деген. Бір қалыпты. Алдын қандай едіңіз? Дәл осылай жүре бер. Қиыншылық келсе де, қуаныш келсе де бір қалыпты жүру керек мұсылман адам. Естеріңізде болса, біз мұсылмандағы неше ақысын өткен едік уақытында? 25 ақысын өткен едік. Соның ішінде біреу келетін еді, мұсылманның ақысы бауырынан кездескен кезде қалай көріну керек еді жүзі? Табассум, жымиып күлетін адам секілді көңілде шығу керек екен. Сол сөздің түсініктемесінде ғұламалар айтқан, ішіңде қайғы қасірет болып тұрған болса да, сен бауырыңа күлімдеп тұру сенің міндетің деп айтқан. Ішіңізде не болып жатқан болса да, оны сыртқа шығарма дейді. Бауырыңмен кездесіп қалған кезде қалай жүзіңіз болу керек екен? Күлімсіреп, ассалаумағалейкум, қалыңыз қалай деп, жылы сөзбен қарсы ал дейді. Бұл сіздің ақыңыз екен. Сіздің ішіңізде болып жатқан сынаққа екінші бауырыңызды қасіретке батырып керек емес. Бауырым кетті, шай ішіп келейік деп шайға отырғызып алып оны. 2 сағат ішіндегі проблемаңды айтып, онында проблема кіргізіп жібермей ары қарай. Сол дертіңізді Аллаға айтыңыз. Ақылдасатын жері болса, ақылдасатын сол мәселені түсінетін маманмен ғана кеңесіңіз. Отырып ал, ол теманы түсінбейтін адаммен ақылдаспаңыз. Бауырым, дертімді айтайын деген едім, сен досымсың ғой, мен саған айтайын деген едім деп, ол досыңыз ол теманы түсінбеуі де мүмкін. Сізге қандай жол шығатын жол білмейді ол. Неге? Ол маман емес қой оны. Дәл соның мамандарына барыңыз. Сізге не нәрсе болып жатыр сізде? Заң керек болса заңгерге барыңыз. Тарих керек болса тарихшыға барыңыз. Дін керек болса интернеттегі шейх Гуглға бармаңыз. Кімге барыңыз? Имамға келіңіз. Имаммен ақылдасыңыз. Дінге байланысты мәселе болса, намазымды қалай оқиын деп имамнан ғана сұра. Көрінгеннен емес. Сол кезде не болады? Сол мәселенің жауабы шешіледі. Сізге иншалла бәрі орнына келеді.